Сәлем армысыздар қадірменді. Барша менің мына дойын парақшамдағы бауыр туыс-ағалар, әпкелер, қандастар. Алаңда болса өздеріңізге мынау қуан жұғып алыңыздар біздер. Бүгіннен бастап мінекей және де өздеріңізге көптеген өнімдерімізді таныстырып жатырмыз. Мынау болса мінекей бұғы, мүйіз жапырағы, көк мүйіз, шұбар бұғынікі мынау. Өзіміздің мына Бетекес ауданында бағып жатқан бұғы бағымшылығымыздағы алған жақсы бір табиғи таза өнім. Бұның енді пайдалық рөлі өте жоғары. Жалпы күллі халық біледі. Бұл мүйіз жапырағының қандай ем екен, бұл өнімдердің қандай ем екен, мына медицина мамандары және доғыр сала, жүңгіша дәрі-дәрмек саласы бұның мойындаған. Бұл бұғы жапырағымыз қан аздық, жүрекке қан жетіспеу, ұйқысыздық, суық өткен, бүйрек әлсіздік, көк бауырдың қуатының нашарлығы, сонымен қатар мынау әйел жолдастарымыздың босанғаннан кейінгі іш құрылысының зардап тартуы, бетте безеу қаптау, сонымен қатар сыртқы жарақат тапқан кісілерге де пайдасы өте үлкен. Шөгай, мынау көп жас балаларымыз, қарындастарымыз тамақ ішпейді, тамаққа тәбеті жоқ, ұйқысыздық келіп шаршап тұратын, жұмыстан түскеннен кейін шаршау басым болып тұратын кісілерге мынау өте бір керемет жақсы өнім, бұғы мүйіз жапырақшасы. Ал енді қалқым бұны біз 299-да мінекей базарлап жатырмыз. Ал енді бұл қарап тұрсаңыздар көздеріңізге бәлкім аздау көрінеді, бірақ мынау 15-те бір айға жетеді. Не үшін дегенде, мына бір жапырағын салатын болсаңыздар, мынау ыстық суға да салсаңыздар, суық суға да салсаңыздар болады. Ең жақсысы, мына ыстық суға салғанымыз тәуір екен. Бүгін мінекей және де өздеріңізге көрсетіп жатырмыз. Мынау бар ғой мінекей, бағана мен жарым ішіп еткенмін, сол үшін міне көрдіңіздер ме, құнжың секілді. Қып-қызыл мынау ыстық суға салынған. Ал енді мынау ішіндегі нәрсе мына жиқуа деген шөп, мынау дәмін келтіреді, мынау қан болған соң біраз иіс болады, бұны толық түсініп аласыздар. Сол үшін мынау иісті біраз жоғалтатын дүние. Міне осы бір жапырағының өзін бір күнде таңертең кеш ішсеңіздер керемет болады. Мынаны әдетте мұншылық дәрежеде су құйсаңыздар болды. Мына осыған құйып мінекей өздеріңіз бір шығарған 2 адам, 3 адам тұтынуға болады. Осыны ішіп қойсаңыздар ағайын, бұл өте бір денсаулыққа таптырмас дәрі, ем. Көшенің арамына дәрісін ішіп жатсыздар, жазылмай жатсыздар. Қан аздық кісілер, мына жүрекке қан жетіспеген кісілер, өздеріңіз уайымшыл болып жатсыздар, яки мынау бүйрек қуаты әлсіз аға бауырларымыз. Мынау ерлер гормоны мен әйелдер гормонына өте бір пайдасы жоғары. Бұдан мына 2 қалта тұтынып беретін болсаңыздар, бұның тамашасын сөйлеуге көресіздер. Үрлейсап көзінің ағышты ма деп мына бір рөмке шесағын өтіп кетпейсіздер. Осы бір қалтасын тауысқанда өздеріңізге үлкен өнім жаратады және денсаулықтарыңызға тиісті пайдаланғанын көрсете алады. Бұны үзбей пайдаланыңыздар. Мынау қалаймақан дәрі емес, өзіміздің осы табиғи алып жатқан қазақ бауырластарымыздың істеп жатқаны. Бұйырса көктемнен бастап мынау неше түрлі маркаменен 30 түрлі өнім шығады бізден. Әр түрлі болып. Сол үшін мінекей көріңіздер, бұның ешқандай тартынатын, іше алмайтын жері жоқ. Мына оқып жатқан қарындастарымыз, бауырларымыз бар. Өте әзір енді суық өтісті аға, мына аға қарияларымыз бар, апаларымыз. Тізесі қақсап, ұйқысы келмей жүрген, шаршау басын, мына идрада қоғамда істейтін кісілер бар. Шаршау басын болып жатқан кісілерге мынаны алып қойып, күніге өстіп міне осында біз деген бар ғой. Құйып қоясыздар да. Деп ішіп қоясыздар міне. Тамаша бір дүние. Бұл денсаулыққа өте пайдалы дүние. Сол үшін ағайындар, бұл ескерте кетеміз, қан басымадан пайдалануға болмайды, жүрек кеселі жазбайды, қан басымы жазбайды. Қалған енді осы қан аздық бағана жоғарыда айтып кеткен өнімдерге пайдасы жоғары. Сол үшін қадірлі ағайындар, бұдан кейін осы өнімнен үздіксіз пайдалануларыңызды мен шын жүректен сұраймын. 193 90 46 79 11 193 90 46 79 11 деген үнқатты қосып бізбен үзбей хабарласыңыздар. Шинжаңның әрқандай жеріне салып беріледі. Крес ішінде 299 мінекей. Бұл жапырағымыз сондай сапалы, дәу, жас мүйіз. Сондықтан ағайындар, бізбен хабарлассаңыздар болады. Үнқатқа қосыңыздар көбінесе. Бұл денсаулықтың керемет бір жауһары. Іздесеңіздер табылмайтын, көпте табылмайтын дүние ағайындар. Бұғы мүйіз жапырақшасы дегеніміздің дәл осыны көріңіздер.
Көптеп бауырларға үгіттеп таратып қойыңыздар. Малшылық қылып жатқандағы тауда жүрген, бауда жүрген, аяқ қолынан су өтіп жүрген кісілерге мынау таптырмайтын керемет дүние.